Қайырлы күн, достар. Сіздермен ашытқысыз, майсыз, духовкада пісетін пирожкидің рецептісімен бөліскім келеді. Асқазандары ауыратын кісілерге өте жеңіл пирожки десем де болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. 350 грамм бөлме температурасындағы тұрған суымызға 1 шай қасық тұзымызды салып жақсылап араластырып аламыз да бір шетке қоя тұрамыз. 800 грамм ұнымызды өлшеп осылай ситадан өткіземіз. Міндетті түрде ситадан өткізіңіздер. Сол кезде қамырымыз күшті үлпілдек болып шығады. Кез келген ұннан жасайтын тағамдарды да осылай ситадан өткізіп алғандарыңыз жөн. Бізге бөлме температурасындағы тұрған сары май керек болады. 1 шай қасық толтырмай ас содасын саламыз. 1 жұмыртқа керек болады. Қолымызбен жақсылап бұлғап аламыз. Осылай араластырып, сол кезде қамырымыз күшті үлпілдек болып шығады. Қамыр ашытқымен илейім деп оны күтіп отырмайсыздар. Бірден жасай бересіздер. Бір жері жақсы. «350 грамм жаңағы араласқан суымызды, тұзды құямыз. Осы қамырымыздың үстіне ұнымыздың жақсылап бұлғап илеп аламыз. Бізде жұмсақ қамыр болып шығады. Кез келген пирог, неше түрлі пирожки, сосиски, тесте сондаймен жасай берсеңіздер де болады. Осылай тағы да бір илеп алдым қамырымды. Болған соң көріп тұрғандарыңыздай күшті жұмсақ, жабысқақ қамыр емес. Табамызды алып үстіне шамалы сұйық май қоямыз да капустамен 2 түріне салма жасайтын боламын. Жуа тураймыз да капустамызды пісіріп аламыз. Менің балдарым көбіне картошкамен ұнатпайтын, капустамен ұнатпайтын болғасын 2 түрлі жасайтын болам, капустамен, картошкамен. Осылай жуамызды, қуырамызды үстіне теркадан өткізіп, морковымызды саламыз. Қуырылып тұрған жуамыздың үстіне морковымызды салып, жақсылап осылай бұлғап аламыз. Морков салатын болсаңыз күшті сочный болып шығады. Осылай капустаны турап аламыз да 200-300 граммдай аласыздар. Көз мөлшермен. Үстіне салып бұлғап осылай тұзымыз саламыз. Татымына қарай көп салып жүрмеңіздер, ащы болып кетеді. Араластырып, жай отта бұқтырамыз 10-15 минутке. Араластырып болған соң қақпағын жауып, шамалы бұқтырасыздар 10-15 минутке. Енді екінші салмамызды жасайтын боламыз. Ол бізде картошкамен шикі. Жуаларымызды осылай турап аламыз да көбіктеп. Картошкамызды саламыз. Осылай көбіктеп турап алдым. Морковымызды осылай теркадан өткізіп үстіне саламыз. Қызанақ, я болмаса ішіне капуста араластырып салсаңыздар болады. Кез келген тауықтың еті, я болмаса еттің етімен, фаршпен неше түрлі қылып жасай берсеңіздер де болады. Шамалы татымына қарай тұз саламын. Қара бұрыш салдым. Жақсылап араластырамыз. Міндетті түрде жақсылап араластырып алыңыздар. Қамырымызды тұндырып алған соң осылай тағы да бір илеп аламыз. Біздің қамырымыз өте керемет, күшті болды. 2-ке бөліп алдым. Бір бөлігін капустамен, бір бөлігін картошкамен жасайтын боламын. Осылай жаямыз оқтаудың көмегімен.
салмасын салып жасай бересіздер. Мен мына ретте бірінші картошкамен жасайтын түрін дөңгелектеу қылдым, овальный сияқты қылып. Жинақтап осылай. Түйістер жақсылап ашылып кетпеуі керек. Көріп тұрғандай дөңгелектеу жасадым. Домалақтатып. Тағы да салып, салмасын осылай біріктіре бересіздер. Қатты жабыңыздар, өйткені ашылып кетеді. Біріктіріп жақсылап. Осылай түйіп алдым да, домалақтап, кішкене овальный қылып жасадым. Формада осындай. Енді бізде капуста салмасымен жасайтын боламын. Бізде бұлда капля деген түрі. Басын үш бұрышты қыламыз да, біріктіріп ортасын жапқан соң, шет жағын осылай дөңгелетіп жібереміз. Біріктіріп. Көріп тұрғандарыңыздай, басы үш жағы ұшты болды, арт жағы кішкене домалақтау. Осылай тағы да жасай бересіздер. Салмасын саласыздар да, біріктіре бересіздер. Бас жағын үш бұрышты қыласыздар да. Жақсылап біріктіреміз, ашылып кетпеуі керек. Астын домалатып жібересіздер, дөңгелек қылып біріктіріп. Осылай біріктіресіздер. Жабыстырып. Бір жұмыртқаның үстіне шамалы сүтті қосамыз да, араластырып аласыздар осылай. Сол кезде біздің пирожкилеріміз беті жылтырлап тұрады. Неше түрлі фаршпен, етпен жасасаңыздар да болады. Пирожки қылып та, я самса қылып та. Бұл қамырдың бір жер жақсы бүкіл тағамдарға бара береді. Пирог, пирожки секілді. Сосиски те жасасаңыздар да болады. Бір жер жақсы, бұл жеп жеңіл тағам. Осылай беттеріне жағып шығасыздар да. Алдын ала 170-180 грамм, 180 градустарда пісіріп аласыздар. Осылай бетін кішкене тіліп шықтым. Картошкамен жасаған салмамызды міндетті түрде емес, кішкене әдемілік үшін осылай кесіп шықтым, қиғаш. Өз қалауларыңыз қалай жасайым десеңіздер, көнжут неше түрлі қылып себуге де болады. Міне бізде екінші салмамен жасаған, капустамен жасаған пирожкилеріміз. Бұның да кішкене бетін жұмыртқамен жағамыз. Сүт аралас. Осылай жағып шығамыз да. Жақпасаңыздар да болады, міндетті түрде емес, просто кішкене беті жылтырлап тұру үшін қоңырқай болып әдемі болады. Сол кезде бізде вид болып ақ кунжут пен қара кунжутты осылай араластырдым да, бетіне сеуіп шықтым. Кез келген мак болса да себе берсеңіздер болады. Өз еркіңіз. 170-180 градуста пешімізде пісіріп аламыз. 30-35 минутта. Ас болсын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Керемет пирожки десем де болады. Менің отбасыма ұнады. Сау болыңыздар.